30 қараша күні елордалық Номад командасымен қарымта кездесуде теміртаулық хоккейшілер тағы да сәтсіздікке ұшырады. Екінші кезеңнің 10 минутында астаналық команда есеп шотын алғашқы болып ашып, Никита Клищенко ерекшеленді. Бұл соққыдан кейін Дмитрий Максимовтың шәкірттері қуғыншылардың рөлінде болды. Қарымта кездесудің аяқталуына 36 секунд қалғанда теміртаулық команда өз қақпашысын ауыстырғанымен команда үшін бұл еш өзгеріс алып келген жоқ. Керісінше теміртаулықтар бос қақпаға тағы бір шайба кіргізіп алды. Бұл жерде Дмитрий Гурков ерекшеленді. Кездесудің қорытындысы бойынша есеп 2-0. Астаналық Номад командасы жеңіске жетті. Скажу так, что обе игры были достаточно напряженные. С нашей стороны мы действовали больше эмоциями. Екі ойында спортшылар үшін өте күрделі болды. Бірінші ойында қарсыластарымыз жақсы дайындықпен келіп жоғары нәтиже көрсетті. Келесі ойынға мықты дайындықпен келетін боламыз. Қарсыластарымызды құттықтаймын. Жақсы ойын көрсетті. 3 желтоқсан күні Теміртау хоккей клубы атыраулық Бейбарыс командасымен кезекті кездесуді өз алаңында өткізді. Бұл кездесу жерлестеріміз үшін сәтті аяқталды. Дмитрий Максимовтың шәкірттері Александр Истоминаның шәкірттерін 6-0 есебімен жеңді. Ойынның 3 минутында Евгений Лызин алғашқы болып есеп шотын ашты. 4 минут өткеннен кейін ол қайтадан екінші шайбаны Бейбарыс командасының қақпасына кіргізді. Кейін Никита Волобуев атыраулықтардың қақпасына 3-ші шайбаны соқты. Екінші кезең қорытындысы бойынша есеп 3-0. Екінші 20 минут соққысыз аяқталды. Ал шешуші кезеңде Дмитрий Максимовтың шәкірттері 3 шайба кіргізіп, Евгений Степанов, Кирилл Пономарев және Александр Ананичев ерекшеленді. Кездесу қорытындысы 6-0. Теміртау командасы жеңіске жетті.